Абай айтады, көк тұман алдыңдағы келер заман. Келер уақыт белгісіз. Шында да көк тұман. Ертең не боларын білмейміз. Осыдан бір жарты жыл бұрын бүкіл әлем карантинде болады десе, адам баласы сенбеген болар еді. Бір тарының қауызына сыйғандай адамның баласын үйдің ішіне өзінің шаңырағына қуып тыққан нәрсені мысалы үшін білмедік қой біз. Бүгінгі күн кешеде осыдан жарты жыл бұрын көк тұман еді. Сол сияқты алдымызда келетін күн де белгісіз. Көк тұман алдыңдағы келер заман. Бірақ адам болған соң шайтан ғана үмітсіз. Бәріміз үміттенеміз. Үмітті сәулетіп көз көп қадалған. Енді көп жылдар, көп күнді айдап келе жатыр. 21-ші жыл, 23-ші жыл, 41-ші жыл, 2020, 2050 деген сияқты келе жатыр ғой. Әр қайсында, әр жылда 365 күннен келе жатыр. Көп жылдар, көп күнді айдап келе жатыр. Суретте сипата жоқ, көзім талған. Ол күндер келетін күнмен, өткен күнмен бәрі бір бас келет, кетет, артында із қалдырмас. Соның бірі арнаулы таусын шаққын. Әр жағын бірақ Аллах бірледі рас. Таңғаласыз, таңғалмайсыз. Білмейміз, 2041 жылдың 14 августында қайтыс боласыз ба? Я болмаса, осы 2020 декабрінде қалай болады? Әйтеуір сол күні Трамп сияқты сол келе жатқан бір күні сені бұл өмірден алып кететін күн дейді. Соның бір арнаулы саған арналған таусылатын күнің, өмірден өтетін таусыншақ күн. Өліп кеттің, әр жағын бірақ Алла біледі рас.